Достар, видеомыз бастамастан бұрын мен сіздерге Димаш арнасын ұсынамын. Бұл арнада дәл қазір 31 жазылушы, осы арнадан тез жақын арада бір 40-50 жазылушыға жеткізсек, бұл бауырымызды қуантсақ, тез осы видеоларына комментарийсіне мастерден келдім деп жазып кетіңіздер. Егер де сіздерде рекламалауларыңыз келсе, ВК-ге WhatsApp нөмірге жазыңыздар, сонда мен сіздерге жасап беретін боламын. Бірақ оның шарттары болады. Сол жерде өзім айтатын боламын. Енді көп сөйлемей біз видеомызды бастаймыз. Айтпақшы достар, осы арнаға тіркелеміз және де комментке мастерден келдім дейміз. Ал енді біз видеомызға кеттік. Достар, видеомыз бастамастан бұрын мен сіздерге алғысым шексіз. Өйткені біздер дейтін 202 подписчикке де жеттік. Бұл мен үшін арман болған болады. Негізінде мен 160 подписчик арман болған. Енді мен 160-қа да жеттім. 160 түгілі 200-ге де жеттім десем де болады. Бұл ең әуелі Аллах тағаланың арқасында бірінші, және де жалғас ұлы Диас және де сіздердің арқаларыңызда осындай жетістікке жетіп отырмын енді. Ал енді осы үшін мен сіздерге бүгінгі видеода Бен-10 жайында бір модты көрсететін боламын. Давайте достар, арнаға қазірден бастап арнаға тіркелейік және де лайк басамыз енді. Ал енді біз көп сөйлемей бастайық. Ол үшін біздер дейтін бірінші Google-ге кіреміз, сосын барып Bен-10 дейікті, сосын барып мод на Майнкрафт дейміз. Сосын бірінші МКП клуб деген бірінші сайтқа кіресіздер. Егер де қате оқып жатсам, енді мән бермеңіздер. Енді онша емес. Сосын скачать деген басасыздар. Сосын барып мынау ең үстіндегісін басасыздар. Қазір сіздерге қаламмен көрсетіп берейін. Ойбай, мін. Осыны басасыздар. Ойбай, қалай кетуші еді? Осылай. Сосын барып сіздер скачать етесіздер. Мен бұны скачать етіп болғам уже. Қазірше сонда да мен көрсетейін. Мені осы скачатты басасыздар. Сосын жүктеуді басасыздар. Мені бізде уже өтіп жатыр мына жақта. 7 мегабайт 8 мегабайт болды. Бұл жақта енді уже бізде өтіп жатыр. Ал енді достар, өткеннен кейін біз не десем болады? Мынау Даниді өшіріп қоюымыз керек. Айтпесем бізге кедергі жасайтын әдеттері болады. Енді достар, бұның әрқайсының әр Omnitrix-тің әртүрлі күштері болады. Яғни мынау мұз адамны мұз басқарады дегендей әртүрлі күштері болады. Ал енді мен сіздерге бұны көрсетейін. Ал қазір Майнкрафтқа кіріп алайын. Ол үшін достар, біздер дейтін видеомызға да оралдық. Ол үшін біздер дейтін енді жаңадан создавать етеміз. Бір мир, бірден творческийге қоямыз. Және де мына жерде набор ресурстан жаңағы біз өткізген модты активировать етуіміз керек. Міне, енді сосын бар набор параметрді басасыздар. Сосын бар тағы да активировать етеміз. Ал енді біз Майнкрафтқа кіреміз. Достар, уже бізде Майнкрафтқа кірді. Мен сіздерге бірден тез айтып кетпесем, мен зарядкам 1% қалды. Сол үшін енді ары қарай өздеріңіз біліп істей беретін боласыздар. Мен қазір бар болғанын тез көрсетіп боламын. Қазір бізде Omnitrix мынау сағат, және де мына басқан сайын біз любой біреуіне айналамыз. Айналу үшін біз басып тұруымыз керек бұлай. Міне біз уже айналдық. Бететін болсақ біз ұшатын боламыз. Міне бететін болсақ біз уымыз шашамыз. Ал енді адам айналу керек болса, мұнан басамыз, мұнан басамыз. Достар, енді видео қысқа болғаннан ренжімеңіздер, себебі мен 1% болса да сіздерге видео түсіріп қалайын деген мақсатпен сол үшін видео түсіріп отқан жайым бар. Ендігі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыздар.